Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге шиеден варенье жасалу жолын көрсететін боламын. Менімен бірге видеоның соңына дейін үзбей көруіңізді сұраймын. Ең алдымен шиемізді тазалап жуып аламыз. Менде 5 кг шие, оның үстінен 5 кг құмшекер салдым. Құмшекерді артықтау салсаңыздар болады. Енді өз қалауларыңызша. Құмшекер мен шиені түннен азанға шейін қойып қойсаңыздар да болады, немесе 3-4 сағатқа, яғни құмшекеріңіз ерігенше қойып қойсаңыздар болады. Мен түннен азанға шейін қойдым, араластырып. Бетіне 500 мг су құйдым. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналдың одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, сонымен қатар осы видеоны достарыңызға, туысқандарыңызға жіберіп, бөлісуді ұмытпаңыз. Шием азанға шейін тұрды. Енді араластырамыз. Астына тұнып қалған құмшекерлерді бетіне шығарамыз. Жыластың өз суы шыққан, мен құйған судан бөлек. Енді отқа қоямыз. 10 минутқа, қайнаған соң 10 минут орташа отта қайнатып аламыз. 10 минуттан кейін өшіреміз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналыма тіркеліп, қазақша каналдың одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, сонымен қатар осы видеоны достарыңызға, туысқандарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Қайнаған кезде міндетті түрде бақылаңыздар, көбігі көтеріліп, тасып кетпеуі керек. 10 минут қайнап болған соң отымызды өшіріп, вареньемізді суытуға қоямыз, яғни вареньеміз салқындау керек. Сол кезде біз банкымыздың қақпағын, банкымыздың өзін қайнатуға қоямыз. Жыласымыз суыған соң қайтадан отқа қойып, тағы да 10 минут қайнатып аламыз. Орташа отта. Қайнап болды. Енді жаңағы қайнатылған парға, яғни микробы өлген банкімізге құямыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма міндетті түрде тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Сонымен қатар осы видеоны достарыңызға, туысқандарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Барлығын банкімізге құйып алып, банкінің қақпағын жауып шығамыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін үзбей көргеніңіз үшін рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ас болсын.